Өзі ештеңе істемеген келін шығар деп жазыпты бір комментарийде. Көріп күліп отырмын да. Жастық шағым есіме түсіп. Мен сіздерге бір қызық айтайын. Келін болып түскеннен кейін тезек те жасадық, жүгері ектік, жантақ тердік, нан жаптық, үйге от жағып, құдықтан су таситынбыз. Оның бәрі маған бір қызық тірлік сияқты көрінетін. Әсіресе киіз басқан кездерім есімнен шықпайды. Бір күнде біз 7-8 киіз басқан күндеріміз болған. До того қолым жара болып кеткен ғой, бірақ сол маған бір жара болып кетті деп жылап жатқан жоқпын. Кәдімгідей қызығып, жаңа білектеп, сол кісілерден қалып кетпейін, мынау ештеңе істей алмайды деп айтпасын деп барынша соны істеуге тырысатынмын. Қазір жастарға айтарым, біреудің дәл қазіргі өмірін көріп, сіз оны өз бетіңізше топшыламаңыз. Өйткені барлығы сондай қиындықтан өтеді. Жас кезінде келін болып түскен кезде үйренісу де қиын, ол үйдің тірлігін меңгеріп кету де қиын. Сол үшін алғашқы 3 жылда кәдімгідей қиындықтар болатыны ол бәріне белгілі. Не себепті айтып отырмын? Өйткені қазір жастар бәрі бірден бола қалса екен деп ойлайды. Бірақ өмірде бәрі бірден керемет болып кетпейді. Жылайсың, шыңдаласың, пісесің, ал одан кейін барып ары қарай бәрі керемет болып кетеді. Менің парақшама тіркеліп кетіңіз.